Қызылорда облыстық Славяния қоғамдық мәдени орталығының жетекшісі, қоғам қайраткері Щербакова Галина Сергеевнаның 70 жасқа толған мерейтойына арналған салтанатты шара өтті. Кездесу барысында сөз алған басқарма басшысы мерейтой иесінің өңірдегі қоғамдық келісім мен бірлікті нығайту ісіне қосқан зор үлесін атап өтті. Галина Сергеевнаның білім саласындағы қажырлы еңбегі мен этносаралық татулықты насихаттаудағы белсенді қызметі жас ұрпаққа үлгі екені аталып өтілді. Мерейтой иесінің еселі еңбегі мен азаматтық ұстанымы сыр өңірінің қоғамдық өмірінде ерекше орын алады. Галина Сергеевна жетекшілік ететін Славяния орталығы көптеген мәдени қайырымдылық және ағартушылық шаралардың бастамашысы болып келеді. Салтанатты шарада облыс әкімі облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы Нұрлыбек Нәлібаевтың атынан құттықтау хаты табыс етілді. Қай қоғамда да әйелдің арқалаған жүгі жеңіл емес. Осы орайда сыр өңірінің өркендеуіне аянбай үлес қосып жүрген белсенді әйелдер қауымының рөлі қашанда биік. Міне, сондай құрметке ие талай жылдар бойы білім саласында, 20 жылдай салық саласында абыройлы қызмет атқарған алдыңғы буындарымыздың бірі Галина Сергеевна. Сізді мерейлі мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз.